Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді алмалы бәліш жасайтын боламыз. Ол үшін біз ең алдымен ұн мен разрыхлителді араластырып аламыз. Оның үстіне сары майымызды салып араластырамыз. Сары маймен де қаттылау, сіздер кішкене жұмсартып қосыңыздар. Сары майды салып, осылай үгіттеп араластырып, оның үстіне қантымызды салып араластырамыз. Қанттан кейін жұмыртқаны салып, қамыр илейміз. Қамыр басында қаттылау көрінуі мүмкін, одан еш қорықпаңыздар, себебі салапанға салып 20 минутқа қойып қоямыз. Сонда ол қамыр өз қалпына келіп жұмсарады. Мінекей қамырымызды алып салапанға салып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. Алманы турап қоямыз. Одан кейін қаймақтың үстіне қант салып араластырамыз. Қол венчермен болады араластыруға. Оның үстіне жұмыртқамызды салып араластырамыз. Осы салманы дайындардан алдын формаңызға қамырды салып дайындап қойыңыз. Мінекей мен дайындап қойған қамырым. Мен осындай тарттың формасына жасадым. Егер сіздерде бисквит жасайтын форма болса, соған жасауға да болады. Ол кезде мынау шеттерін сәл биіктеу қылып жасайсыздар. Мінекей тегістеп шыққаннан кейін алмаларды үстіне салмамызды құйып шығамыз. Барлық жеріне тегізіп, әдемілеп. Менде әсел печкасы, мен 200 градуста пісірдім 50 минутта. Сіз өз печкаңыздың градусына қарайсыз. Мінекей осындай болып, әп-әдем болып пісіп шықты. Енді толықтай суытып, қант оттағын сеуіп, әдемілеп кесіп ұсынасыздар. Ас болсын, қыздар, өте дәмді пирог жасап көріңіздер.